Ал келесі бізде Ринат. Ал керек болса жарайсыздар жігіттер. Рахмет, әдем болды. Ой, жігіттер, қыздар. Бүшай, не лақтырып адыр бейтіп? Білмеймін. Мұрнын шығып атыр ғой. Мұрнынан шыққан. Өте қауіпті екен, бұны көз қарасы енді қаратпайық бұл кісіні. Жақсы, жігіттер, қыздар. Бәке, сіз кімді сүйдіңіз? Әзілімен жақсы енді. Краш болса да, енді бұл жай ғана номинация. Әркім өзінше бір сымбатты, харизмаға толы, қызы болсын, жігіті болсын, жаңағы маусым сұлуы деп жатырмыз, маусым крашы деп жатырмыз. Барлықтарыңыз да кереметсіздер. Барлықтарыңызды жақсы көреміз, бірақ дегенмен де шарты болғаннан кейін, номинация болғаннан кейін оның үміткерлері болады, солай қабылдайсыздар деген үміттеміз. Біз құрметті көрермен, енді эфирімізді біз бастап кетейік. Тіпті жаңадан бері қарым-қатынастар қалай болып жатыр деген сұрақтар әрине көп, және де осы сұрақтарымызды қою үшін ортаға Әділет пен Әсемді шақырамыз. Келіңіздер. Жайғасыңыздар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Тағы да қайырлы күн. Негізі көбісі айтып жатыр да, неге біздің орнымызда ауысып кеткен деп. Негізі Әсем мына жақта, мен ар жақта отыруым керек қой. Бұл кісі білмеймін, бір өзі бір наразысы бар. Жоқ, мен просто рабочий бетім осы жақта. Қайырлы күн, Балауса ханым. Қайырлы күн. Бәрі жақсы, бәрі керемет. Бірақ енді орындарыңыздың ауысқаны үміткер не қатысушы деген сияқты бір позицияны емес, жай ғана жаңағы қай жағынан сәтті шығамыз, соған байланысты ауысып. Жақсы жағынан ғой. Түсіндім. Енді кездесу болып жатқан шығар, фото-видеоларыңыз бар шығар. Иә, күнде кездесу жоқ қой. Алдында енді мен 4 күн Алматыда болмадым, жарыста болдым. Сол кезде видео сериясыншы. Жақсы, көрейік. Көрейік. Негізі көп нелер болып еді, жаңағы моменттер, бірақ та оны кесіліп тастаған ба, білмеймін, енді ол жаңағы эфир мәдениетіне сай емес шығар деп ойладым. Да ойнап айтамын, өзі адам көп болды, біз кадрға дұрыс алынбай қалған шығармыз негізінде. Содан ғана басқа, бірақ енді білмеймін неге ол туралы өздеріңіз бірден бастап айтып кеттіңіздер. Енді кадр сыртында қалған нәрсені біз білмейміз, бірақ түсінгенім бойынша сіз 4 күнге кеттіңіз, Грузияға. Сол кезде сізді күтіп алды Әсем. Шығарып салды. Шығарып салған кездегі видео. Бірінші шығарып салды, кейін күтіп алды. Ұнады? Иә, Балауса ханым, 4 күн Грузияда болды, бізде кездесу болған жоқ. Сол шығарып салып, күтіп алдым, одан кейін енді күтіп алатын кезде андай кәдімгідей қобалжып жүрмін ғой, ұлдардың андай чувствосын түсініп жатырмын да. Қызға сөз алатын кезде бүйтіп қобалжиды ғой, сондай чувствоны бір андай сезген сияқты болдым. Сол. Өзім сөйлейші. Бұлай болды. Басында мен бейсенбі күні кететін кезде, вылет менде 6:30-да болды. Бұл қарындасымыз 5:30-да сол жақта мені күтіп, ұйқысын қиып. Негізі қатты ұйықтайтын кісі осы ғой, негізі эфирге да кешігіп келетін. Сол кезде таңғалдым, мені шығарып салып, кейін осы жаққа жаңағы эфирді қарап отырмын, сол жақта отырып, не болып жатыр, қандай зат болып жатыр. Настроение жоқ, эфирден көрініп тұр ғой. Ай, мен болмағасын бұл кісі шамалы настроениесі болмады-ау деп. Сосын 24:7 хабарда болдық. Ол жақта көбінесе сет ұстамайды. Бірақ та Әсем үшін тауып, біреуге Wi-Fi қосшы деп, грузиндерге бүйтіп не істеп, қайта-қайта хабарда болып, бұл қашан келесіз, мен айтамын, 4 күнде өтпей кетті ғой деп. Мен жаңағы ұйымдастырушыларға ұрысқаным. Біз 2 күн ойнадық, қалған 2 күн неге ерте келдік деп. Шынымен де мен тез Алматыға жеткім келді. Ой, 4 күніміз енді өтіп болмады, есі честно келіп, мені күтіп алғанда вообще таңғалдым. Қасымдағы балаларым, мықты қыз екен, күшті қыз екен деп мақтап жатыр ғой. Ол Әсемді сағынып ертерек қайтайық деген сияқты ренішіңіз. Иә, неге сол 2 күн бостан-бос жаттық, мына керек емес болды ғой деп. Мен оған дейін барып жүрдім, қыдырсын, анау-мынау деген ғой. Қыдырсын, анау-мынау деген ғой. Мен тез Әсемді көргім келді.
Бірақ байланыста болдыңыздар үнемі? Иә, байланыста болдық. Бұл кісі деген жаңағы орналасқан жерінде жатыр, маған звондайды, енді жазып тұрады. Содан кейін айтамын ғой, енді шығып қыдырмайсыз ба деп ше, уақыт өтсін деп. Жоқ, қыдырғым келмейді, екеуміз бірге келіп қыдырамыз деп. Сөйтіп, сол бір қызық болды, айтады, сіздің кетіп қалғаныңыз жақсы болды ғой дейді. Неге десем, барлық шаруаларымды бітіріп алдым дейді да. Оны өзі айтып берсінші. жоқ, 2 күн өтпей кеткен соншалықты бүткіл шаруама үлгеріп кеттім ше. Салоныма бардым, барлық нәрсемнің барлығын бітіріп алдым. Сол 2 күн бір 2 апта сияқты өтті. Мен қай жерге, қай уақытта бәрін барып жатқанын мен телефонмен біліп өттім. Жаңағы бір бағдарлама бар ғой. Аңдып отырасыздар бір-бірлеріңізді. Иә. Сосын жаңағы мен бұның таксиге, короче, көп шығындалмасын деп мен машинамды тастап кеттім ғой. Мен таксиге көп шығындалмасын деп өзімнің картамды привозить етіп бердім. Мен енді алдын атын қылып. Ойнап жатам, футбол ойнап жатам, тренировка кетіп, пум дейді. Потом 16.500-ге кетіп баратыр. Бүткіл андай, білмеймін, расходтардың бәрі сол немен кетті ғой, картамен кетті. Беріп қойдым, иә, картаны беріп қойдым. Яғни сіздерде солай болып тұр, әрине ол менің ойымша бір жомарттық деп санаймын өз басым. Себебі ер азамат өзінің картасын беріп қойып, сенің жүріс-тұрысыңа кеткен қаражатың төленіп жатса деген сияқты болса, әрине, және сіздің өз қалауыңызбен. Әсем оны сұрап алмаған шығарсыз? Жоқ, сұрап жоқ, мен айтамын, расходтарыңда қарның ашса. Мен тек қана Әсемге айтатын, тамақ іштің ба дей беремін. Тамақ іштің ба, сол. Бұл кісі де сұрап еді, тамақ іштің ба, мен тамақ ішпесем де иә дей беремін ғой. Семіртейін деп жүрсіз ғой. Ой, балауса ханым, мен семіріп кеткем мына жерде. Солға жерде отырып алғаны рабочий сторона деп солға айта алмай отқаны. Осы бір апта бұрын депрессия болып жүрген, осы жерде қатысушылардың бәрі мә вес қосып алыпсың ғой Әсем деп кәдімгідей бетім деген семіріп. Жоқ кезде Әсемнің енді жағы ашылмады десем болады. Ештеңе үндемейді, ешкімге пікір айтпайды, өзімен өзі әділет жоқ, бұл кісіде де үн жоқ екен деп қойдық. Жалпы негізі мен көп сөйлей бермеймін ғой эфирде балауса ханым. Одан кейін әділет кеткеннен кейін вообще даже рекламада да ешқайда шықпай орнымда отырдым. Иә. Өзіңіз үйретіп қойдыңыз ба? Жоқ, құрсын, мен ондай адам. Сіз қызық емес болатын болып тұр ғой қазір. Солай болып тұр ғой баласағаным. Бір таңғалғаным, жаңағы болады ғой, жаңағы эфирға келер кезде, бұл мен настроениесі келем да, көрем де, о, қалайсың деп ана шаш істеп жатқан, макияж істеп жатқан апалары көріп, андай бүйтіп, келген кезде бетіне сүйіп не істеймін ғой. Бетіне сүйіп қалайсың деп жатқанда жаңағы әрлеушілер бүйтіп қарайды, мына екеуі күшті екен, сендер жұпсыңдар ма айтып, айтамын, жоқ, әлі біз таныстықтамыз десек, пара дейді, орыс апалар. Мен айтамын, өзінің уақытысы бар деп ше. Жақсы, енді біз айтар негіз әңгімелеріңіз бар сияқты, менің түсінгенім бойынша, бірақ бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.